458 есеп. Теңдеуді шешу керек. Бұл есепте бірінші берілген жазылайық. Так. X-ті табу үшін қасында өрнекті келесі жаққа ауыстыру керек. Амалды минус таңбамен тұрған аралассам, келесі теңдіктің оң жағына көшкенде ол қарама қарсы таңбамен көшіп барады. Яғни мына өз жағында тұрған бірінші жазамыз. Бұл өз жағында өзі қожайыны, сондықтан өзі тұрады бірінші. Ал мынау көшіп барып жатқан оң жаққа, бұл қарама қарсы таңбамен көшіп барады. Өз жағында ол минус болып тұрса, мына жаққа плюс болып барады деген сөз. Бүтін бөліктерін бөлек қосып, бөлшектерін бөлек қосамыз. Мына жерде не байқап тұрмыз? 18-ден 3 деген қысқарып кетеді, иә? 18 бен 3-те екеуі де 3-ке қысқарады, мында 1, мында 6 болады. Сонда біздің бөлшегіміз былай болып өзгеріп кетті. Мына екеуін қосып жібердік, 7 болды. Так, 6-тан 1-ге қосамыз 12-ден 7-ні. Ортақ бөлімге келтірсек, осы 12-нің өзі болады. Тоқтауыш көрсеткіштерін табатын болсақ, мында 2, мында 1 болады. Так, сонда қараңыздар, 7 қосылған, жалғастыра береміз. 12-ден 2 қосылған 12-ден 7. Сонда шықты бізде 7 қосылған 12-ден 9 болып шығады. Мына 12 мен 9-ның ортақ бөлгіштері бар. Екеуі де 3-ке бөлінеді. 9-ды 3-ке бөлсек 3, 12-ні 3-ке бөлсек 4. Сонда 7,4-ге 4-тен 3-ті қосамыз деген шығып тұр. Яғни ол аралассам түрінде 7,4-тен 3 түрінде жазылады. Әрі қарай келесі екінші есеп. Так. Бұл жерде 21 мен 7 қысқарып кетеді. Бірден қысқартып жіберейік. Мұнда 3-тен 1 болады екен. X-ті табу үшін жаңағындай, мына өз жағында қожайын бірінші жазамыз. Мына минус таңба көшіп барғанда теңдіктің оң жағына ол плюс болып барады. X табу үшін жаңа бүтіндерін бір бөлек қосамыз. Бөлшектерін бір бөлек қосамыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Так, 28 бен 3. 28 3-ке бөліне ма? Бөлінбейді. Яғни осы екеуінің көбейтіндісі болады деген сөз. 28 бен 3-тің мұнда 28 болады. 126-ға қосамыз. 28 бен 3-тің көбейтіндісі ол неше? 84-ті. 84-тен 15-ке қосамыз. 84-тен 28-ті. Сонда бізде шығады. Так, мына жерге бірінші есепте x-тен болады 7,4-тен 3 деп жазуға ұмытып кетіппін. Соңғысы x-ті. Енді мына жерде 126,84-тен 30, 43. Қысқармай ма? Қараймыз. 43-те 84-те ешқандай бөлгіштері жоқ, иә? Сонда 126,84-тен 43 шығады екен. X-тен болады деп жазып кетеміз. Астына жазасыздар, енді менде сыймай жатыр. Өзінің үшінші есебі. Мына бірінші аралассамыздың бөлшегі всегда қысқаратындай қылып берілген екен. Сондықтан да бірден қысқартып тастаған ыңғайлы. 54 пен 13, 17 қысқарады. 54 17-ге бөліп жіберсек, екеуін де 17-ге бөлсек, мында 1, мында 3 болады. Мында x-ті табу үшін біз 15,45-тен 16-ға қосамыз екен, 37,3-тен 1-ді. Енді бүтіндерін бүтінге, бөлшектерін бөлшекке қосатын болсақ, есептеу керек болады. 45 пен 3-тің бөлшектің бөлімдері, яғни ортақ бөлімі 45-тің өзі болады. 45 3-ке бөлінеді, 45 45-ке бөлінеді. Онда тоқтауыш көбейткіші 15 болады. Так, 15-ке 37-ні қоссақ 52. 52. Амда ортақ бөлімі бірінші бөлшектің 45-тен 16-ны бірге бөлсек 45-тен 16 қала береді. Қосылған екінші бөлшегімізді 15-ке көбейтетін болсақ 45-тен 15 болады екен. Әрі қарай 52-ні қалдырамыз. 45-тен 16-ға 15-ті қоссақ 31. Әрі қарай 52 бүтін 45-тен 31 түрінде қалады. Астына былай жазып қоямыз. X-тен 52 бүтін 45-тен 31 деп шығады жауап. X табатын болсақ, бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосамыз.
25 пен 35-ке ортақ бөлім қалай табамыз? Былай істеуге болады. 35 дегеніміз ол көрініп тұр 5-ке бөлінеді. 5 пен 7-нің көбейтіндісі, иә? 25 деген ол 5 пен 5-нің көбейтіндісі. Мына 5-тер бір рет қайталанды ғой. Сондықтан 5-ті бір рет жазамыз да, қалған мына екеуін жазып шығамыз. 5 пен 7-ні 5 көбейтілген 7. Сонда неше шығып тұр? Сонда ортақ бөлімі 175 деген сөз. Жүз 75 болатын болса, бізде мұнда толықтауыш көйткіші 5 болады, мұнда 7 болады. Так, сонда 175-тен бірінші бөлшегіміз 5-ті, яғни 35-ке көйтеміз 175, 5-ті 17-ге көйтеміз, ол 85. Осылған екінші бөлшегімізді қараймыз, яғни 7-ні көйтеміз 25-ке, ол 135, 175 деген. 7-ні 21-ге өтсек, 147. Сонда бізде шығады екен 175-тен 85-ке 147-ні қосамыз. Шатысып кетпес үшін. Балалар есептеу керек болса, ерінбей есептеңіздер. Черновикке болсын, дәптерге болсын. Міндетті түрде шатысып кетпес үшін ойша есептеймін деп шатысып кетулеріңіз мүмкін. 232. Так, бұл бізде бұрыс бөлшек болып кетті. Сондықтан 232-ні 175-ке бөлеміз. Сонда 1,175-тен 232-тен 175-ті азайтып тастасақ. 7, 5. Сонда бізде 38,175-тен 57 шығады екен.